Мен түнде 1 сағат уақытым бар дейді, намаз оқитын. Жаңа дұға қылатын. Тахажжудтың уақыты болып тұр ғой. 1 сағат оқиды екен, машалла, тахажжуд намаз дұғасы бар қасында. Қандай жақсы сахабалар. Сол айтады, Алланың елшісі, мен сол бір 10-15 минут салауат айтып қойсам бола ма дейді. Жаңа дұғамның ішінде. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады, Убай дейді, хада хайрун, ойбай, бұл қандай жақсы нәрсе дейді. Күшті ғой сен түнде тұрып бұлай құлшылық істеуің. Бірақ дейді, фа ин зитта фа хуа хайрун лака дейді. Егер де сол салауаттың үстіне тағы да қосып салауат айтатын болсаң, 15 минуттың үстіне, сен үшін қайырлы дейді, ана қараңыз. Кім үшін? Сен үшін деп жатыр. Бір кетті ма? Екі. Алланың елшісі олай болатын болса, мен жарты сағат салауат айтам дейді. Жарты сағатын дұға қыламын, жарты сағат салауат айтам дейді. Хада хайрун дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бұл қандай керемет дейді, жарты сағат бойы салауат айту. Фа ин зитта фа хуа хайрун лака дейді. Егер де сен тағы да үстіне қосатын болсаң, өзің үшін қайырлы болар еді дейді. Олай болатын болса, Алланың елшісі жаңағы 1 сағат бар ғой, түгелімен салауат айтам дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты, идан дейді, tukfa hammuk va yughfaru laka zambuk. Алла бүкіл қайғы қасіретіңді не істейді? Сейілтіп тастайды дейді, ана қараңыз. Ішіңде не қалмайды? Ішіңде ешқандай ауру, дерт, қайғы, қасірет, мұңаю не қалмайды. Адамның іші мынадай болып жатыр, астан-кестен болып жатыр да. Соны реттеп беретін нәрсе не екен? Пайғамбарға салауат. Дұрыс па? Біреулер көре алмаушылықтан таңға дейін ұйықтай алмайды. Біреулер уайымнан ұйықтай алмайды. Біреулер билігінен ұйықтай алмайды. Біреулер байлығынан ұйықтай алмайды. Біреулер басқа уайымнан ұйықтай алмайды. Ұйықтатпайды дүние. Бірақ сол ұйықтататын нәрсе не екен адамды? Пайғамбарға айтылған салауат жүрекке не әкеледі дейді? Жүрегіңдегі қайғыңды сейілтеді дейді. Бүкіл адамның жүрегінде қайғысы бар. Дұрыс па? Кім айтады, мен 4 құбылам теңде, біреу айта ала ма? Ешкім айта алмайды. Алла бүкіл пенденің каналдарының бір каналын қысып қойған осылай. Тәкаппарланып кетпес үшін пенделер жердің бетінде. Дұрыс па? Әркімнің өзінің бір кем дүниесі бар. Оны маған айтпауыңыз мүмкін, басқа біреуге тіпті әйеліңізге айтпауыңыз, бірақ не? Ол бар. Әркім өзінің сырын өзі жақсырақ біледі. Енді сол іштегі ауруларды жай емдейтін нәрсе не деп жатыр? Убай, сенің ішіңдегі қайғы, қасірет, дертіңнің бәрін салауат емдейді деп жатыр пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Екінші не? Ва юғфару лака замбук. Алла күнәң бәрін кешіріп жібереді дейді. Дүниелік айтты ма? Сендердің салауаттарың сендерді тазалайды деді ма пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам? Жүрегімізді тазалады ма? Болды ғой, жүректің тазалығын арты не керек енді? Рахат, ұйқы, тыныштық, жүрегіңе Алла амандық пен тыныштық, сәкина салып қояды, дүниеде. Ақыретке ше? Юғфару лака замбук деді пайғамбар. Алла күнәң бәрін кешіріп жібереді дейді. Ненің құрметіне? Пайғамбарға айтылған салауаттың құрметіне екен, саллаллаху алейхи уассалам.